Мен кімге ұқсайды деп жүрсем мен таптым кімге ұқсайды. Қараш, тура ұқсайды. Даусының өзі келіп тұр ғой, кімге ұқсайды деп жүрмін. Күнде қасында жүріп кімге ұқсайтын ажырата алмай жүрсем. Ал қайырлы кеш ағайындар, қалайсыздар? Стористан жоқ болып кеттік па, таппай қалып жатсыздар ма? Қазір эфир жоқ деп обедке дейін ұйықтап жатырмын. Тек кешке ғана шығып жатырмын көшеге ше. Ақерке мен міне маусым фразасы деген статуэткамды жуып отырмын. Ақерке бар жағымда. Ақерке жан айналайын деп қоңыр бренд бар. Альбертодан ашке алдық. Қазір тек сондай брендтермен жүретін болдық қазір. Енді мынау нем бәрі киімдерім бәрі Жәнібектің машинасында қалып кетті өткенде ше. Содан кейін енді алып отырмын міне. Өзімде енді көріп жатырмын, четкий екен ғой. Қалай болады саған? Ал ас болсын. Жуып жатырық маусым фразасы. Біраз уақыттан бері суши пицца жемеп едік. Бүгін бұл сушидан шыдай алмай тапсырыс бергеніміз бар. Осындай керемет сушилары мен наггетсы фрилары және де айта алмадым пиццаларын сіздерге айтып жеткізу мүмкін емес. Және де осындай керемет мен фирменный компот. Ал бізге отбасымызбен ас болсын. Қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Короче, біз эфир біткеннен кейін де біргеміз. Еще қай жақтамыз десей, кімдермен жүрмін десей мен. Өмір тақап алатын болдың ғой сен мен. Сән Нұрпет. Нұрпет па? Ағарке жабай давай. Қақтамыз? Акадзаки деміз біз. Как всегда. Яқтан міне. Джони жанай. Яқтан. Блогер емес. Мен Акадзакиге келіп тұрмын ғой. Шақырып тұр ғой сендерді жігіттер. Қараңыздар. Семейный жер сияқты осы бар иә. Акадзаки деміз біздің семейный ортамыз осы жер, короче. Питагымыз ғой Акадзаки. Тамақтары керемет болып келді, ыстық күйінде міне. Түн болсын, күн болсын Акадзаки бізге қызмет етіп тұр ғой. Ассалаумағалейкум. Бәріне қайырлы кеш. Бүгін міне Расул келді. Біз Расулмен уже бір где-то бір 3 сағаттай ма осы жерде отырып біраз нәрсе істеп тастадық енді. Расул өзің не айтасың? Бүгін бірінші күн айтпақшы. Құрметті достар, жалпы мына бірінші күн болса да крипто дейміз, жалпы сондай дүниелерді жетік меңгеруге әрекет жасап жатырмыз. Жалпы бүгін бірінші күн болса да Елдар братанға рахмет, әйтеуір барлығын түсіндіріп, детально как положено не аштық, жаңа регистрация жасап аккаунтымызды ашып қойдық. Бұйырса, Алла қаласа, алдағы уақыттарда жалпы